Сәлем достар, сендермен әдеттегідей милықта достар. Бүгін мен сендердің ютубтан кетейін ба сол жай айтатын боламын. Ал видеоға лайк басып анама жазып отырыңыздар. Ал давайте достармен видеома кетпесе достар. Мен неге ютубтан кетейін ба сол жай айтатын боламын. Достар, менде актив түсіп кетті. Соған орай мен кеткім келіп жатыр. Достар, сондықтан мен актив 0 болып кетті. Вообще ешкім лайк баспайды, сонша 770 подписчигім бар, оның бір адамы болса көрмейді, еще лайк баспайды. Вообще маған подписчик солар емес, маған актив маңызды, актив болса болды. Башқа дым қажет емес достар. Осы қысқа дейін мен 1000 подписчикке де жеткім келеді. Себебі 1000 подписчикке жету ол менің арманым. Солай, сіздер лайк басып анама жазып отырсаңыздар, уже бұл бәрі. Осынша ана уақыттан бермей босқа уақытымды құртып жүрмін. Бір ютубқа бола. Бұндай уақыттарда мен негізі басқа да нәрсеме айналысатын едім. Но сендер үшін мен Майнкрафттан видео түсіріп жүретін. Ал қазір вообще актив 0. Вообще ешкім көрмейді. Баяғыда маған сондай просмотр жинайтын еді. Қазір вообще 100 просмотрдың өзі 2 күнде қанша бір аптада жинаймын. Сол үшін жалко просто. Қанша видео түсіремін, оның біреуінің пайдасы жоқ. Сондықтан мен болады. Қазір мынаны өздері бай, кейін жалғастыратын боламын. Солай, достар. Солай. Сіздер лайк басып анама жазып отырыңдар. Сонда мен не айтатынымды білмедім. Лайк басып анама жазып отырсаңдар, мен көптеген қызықты видеолар түсіретін едім. Бірақ оған менде тек актив болса менде мотивация да болады. Сондықтан давайте достар. Мен ютубтан кеттігенде мен сонша қанша уақытын мен монтаждаймын, оның бір видеосын болса вообще көрмейді ешкім. 3 минут көреді, кейін шығып кете салады. Ондай маған вообще ұнамайды. Қанша подписчигі бар, оны біреу көрмейді. Көретін болса достарым солар, басқа ешкім көрмейді достар. Басқа ешкім көрмейді. Сондықтан маған ондай ұнамайды. Вообще ұнамайды ондай зат. Маған керек емес сондай подписчиктер olur достар. Ютубтан кетемін ба? Комментарияға жазып кетіңіздер. Ютубтан кетейін ба? Соны жазып кетіңіздер комментарияға. Жазып кетің. Сіздерге қаншам превью жасап, сондай зат қылатсам, сіздер вообще видеоны көрмейсіңдер. Мен монтаждаймын, превью жасаймын, оған идея таппаймын. Сондықтан сіздер болсаңыз, просто так көрмейсіздер, өтіп кете саласыз. Ондай вообще болмайды ғой достар. Подписчик ба, уже көру керек, ондай болмайды достар. Көру керек солай норм етіп. Так. Нормально көру керек. Олай болмайды по идее. Мен ойымша олай болмайды. Болмайды. Давайте достар. Мен қанша уақыт видео түсірем, қаншама видео түсірсем, еще мен ютубта жүргеніме 4 жыл болды уже достар. 4 жыл болады. Так, 4 жыл болды ау деймін уже. 4 жыл бойы достар. Босқа уақыт құртып келдім ба мен сонда. Достар. Ондай дұрыс емес, 4 жыл бойы уақыт құртып, еще оны біреу көрмейді, тым пайдаға келген жоқ. Солай, пайда жоқ болса, неғып мен видео түсіріп, соны ойып қойым. Сіздер вообще лайк баспайсыздар, арнама жазылмайсыздар. 500-600 подписчикке актив мықты.
bir günde 100 подписчик қосылды достар. Шынымен айтам, bir günde 100 подписчиктен қосылады еді. Ал қазір бір подписчик тіркеледі шығады, тіркелмейді. Андай не болып кетеді? Тіркелмейді уже. 772 болады, 771, 772 болады. Прикол ұстап тұрғандай болып тұрады. Короче, ондай ұнамайды, ютубтан кеттім. Уже мен олай активті түсіп кеткен желание да болмайды ютубқа вообще. Ютубтан кетіп қалғымдай келеді. Осы видео 50 немесе 200 или 300 просмотр жинамаса, мен каналымды удалитып вообще жоқ тастайтын боламын. Я. Сондықтан давайте активті көтерейік та нормально қылайық. Опа. Так. Я сондықтан активті көтерсеңдер менде мотивация болады, шабыт болады. Солай ойнауға деген желанием деген мен жақсы болады. Я. Я, солай норм болады. Сондықтан давайте достар. Арнама жазылу керек достар, короче. Арнама жазылу лайкпас. Күнде актив көтеріп, 50 лайктан 1000 просмотр, жоқ 1500 сондай болса, мен вообще күн сайын, сағат сайын, секунд сайын видео түсіретін едім. Ал оны біреуі жоқ қой достар. Давайте лайк басып, арнама жазып актив көтеру керек. Сондықтан достар, давайте мен сендерге қанша сағат монтаждап сондай жатып қаламын, сіздер істегеніңіз вообще көрмейді. Ондай ұнамайды ма вообще. Оданша каналдан шығып кете салып болды. Солай, короче. Тіркелсенде болды. Комментарияда ешкім жазбайды, ешкімді көрмейді, ешкім лайк баспайды. Вообще ұнамайды ма ондай заттар. Сондықтан менің ютубтан кеткім келіп кетеді. Сондықтан ұнамайды уже ютуб маған. Ол үшін достар, менде нағыз подписчиктер жоқ. Қолдай отыратын. Бәрі зат қылып. Ешкім көрмейді бәрі. Ондай өрдеңе. 4 жыл бойы жүрдім ютубта. 4 жыл бойы. Солай, короче. Мен қанша сағат бойы видео түсірем, оны біреуін шықпай қалса, вообще онда. Мен қайттан видео түсірем, оны дұрыс болмай қалса. Монтаждаймын, оны загрузкасын күтем, память жетпей қалады. Соның бәрін істеп отырмын сіздердің. Вообще лайк баспайсам. Кейде мен уақытым вообще болмайды. Еще қазір жақында сабақ басталады. Сонда мен уже не болады. Уақытым деген вообще жетпейді. Өйткені мен обедте оқимын и кешке келемін еще. Так, солай, короче, лайк басып, анама жазып отырсаңыздар, мен деген күніге видео түсіретін едім. Ал енді бәрі менде алдында 8000 просмотр, 800 лайк болғанда мен қатты қуандым. Бірақ ол қуанған бекер болды. Оның тем более біреуі пайда болмады. Пайдасы демеді да. Пайда жоқ. Давай зацепай. Солай, короче, ютубқа менде вообще желанием жоқ. Еще менде ешкім тіркелмейді. Солай, ұнамайды. Не айтатынымды да білмеймін. В общем, маған достар, нағыз подписчиктер керек. Менде бәрі өтірік подписчиктер. Өтірік деген андай, өтірік жиналатын андай боттар деп ойқаман, андай деп айтып тұрмын да. Қолдамайды, өтіріктен тіркеп қоятынды көрмейтіндер деген. Солай, короче, ешкім жазылмайды. Менде уақыт болмайды, уақыт табу үшін сонша видео түсірем. Wi-Fi істемей қалады, сондай кездерде бар. Телефон қатып кетеді, сондай кезде вообще желание қашып кетеді. Солай, короче, маған ондай қанша уақыт түсірем, но бір ешкім көрмейді. Ондай ұнамайды маған вообще.
реально айтам. Босқа уақыт құртып жүрмін. Басқа Фуди дегенде 600 подписчиктер бар, но активтері менен мықты достар. Менікі олардан көп тонна, бірақ ешкім оқымайды мені. Сондықтан ондай заттар ұнамайды. Босқа тік солай достар, короче, ұнамайды маған ондай. Тағы да осы давай достар, осы бір апта уақыт берем. Осы бір апта уақытта норм просмотр, норм актив болмаса, мен ютубтан кетіп құдай тастайтын боламын. Давай, короче, солай болады. Сондықтан менде жаңа қашатын болады. Сіздер болсаңыздар лайк басып, арнама жазып отырсаңыздар, жақсы күшті болар еді. Жақсы болатын еді. Короче, достар, солай маған вообще ұнамайды ондай. Сондықтан давайте достар, активті көтерейік. Бір аптада актив көтеріп сондай көп лайктар болмаса, мен удалить ететін шығармын каналында. Немесе ютубтан вообще кетіп қаламын. Вообще орамайтын болам. Ал сіздер болсаңыз давайте достар, лайк басып, арнама жазып отырыңыздар. Сол ғана керек, маған тек актив қана керек. Маған подписчик деген мүлдем маңызды емес маған. Маған тек актив бол. Сендер көріп мықты жақсы комментарий жаз, мені қолдасаңдар болды, уже маған сол ғана керек. Бірақ оны біреу жоқ. Неге достар, неге? Басқа бәрін активі мықты, неге менде ғана актив жоқ? Неге достар? Ол босқа әуре болып уақыт құртып жүрмесіздерді сұрап. Әр видеода айтам, давай тіркеліңдер, қолдандар деп. Ал сіздер болсаңыз вообще мен сөзімді вообще прикол қабылдайсыздар. Ондай заттар маған вообще ұнамайды. Давай достар, арнама жазғайық, лайк бассайық. Осы видеоға 50 лайк жинайық барынша. Қолдарына келесіңдер, просто сендер ерінесіңдер или мені жақтыртпайсыңдар деп ойлаймын мен. Вообще неза. Короче, қолдап отырсаңдар болды ғой. Достар, қолдасаңдар болды. Басқа дым керек емес маған. Давай қолдасаңдар. Ой, читер. Читер. Короче, достар, сіздермен болғанмен мелти. Ал давайте достар, осы видеоны көргендеріне рахмет. Осы видеоға көп лайк, көп подписчик болса достар, сіздерге рахмет айтамын. Сондықтан жазайық. Қазір Стив бан беріп тастайын. Короче, достар, сіздермен болғанмен мелти. Ал давайте достар, келесі видеода кездескенше дейін ба, не дейін. Осы видеода вообще не істемесе уже мен удар дейтін. Бұл мен соңғы видеомда болуы мүмкін. Ал давайте достар.